Апта басында департамент башчысынын биринчи орунбасары Игорь Кубанычбайұлы Төлөбаев өңүрлүк коммуникациялар алаңында билим саласындагы адалдык пен парасаттылык тууралуу тақырыбында брифинг өткөздү. Антикор Лайф алаңында алдын алуу жана парасаттылык баскармасынын башчысы Умаров Дәурен Даниярбек уулу тургун үй саласына жүргүзүлүп жаткан сыбайлаш жемкорлукка каршы мониторинг тақырыбында, тергөө баскармасынын башчысы Жаннур Муса уулу Таскулов кылмыстык процесстин милдеттери мен кагыйдаттары жайында тикелей эфирде кеңинен түшүндүрдү. Апта ичинде адал көмөк акциясы аясында Жамбыл облус әкимдигинин энергетика жана тургун үй коммуналдык шаруашылыгы баскармасы башчысынын орунбасары Кудайберген Нурсерик уулу Курганбаев, Жамбыл облус әкимдигинин энергетика жана тургун үй коммуналдык шаруашылыгы баскармасынын бас маманы Алмаз Серик уулу Бердибаевдин катысуу менен Жамбыл облусунда мемлекеттик сатып алуулар жүргүзүү тууралуу тақырыбында, нотариус Темиргали Салтанат мурагерлик укук тууралуу Жамбыл облус адвокаттар коллегиясынын мүчөсү адвокат Елена Ушакова, халык арасындагы азаматтык укуктук катнаштар тақырыбында, заңгер өңүрлүк заңгерлер палатасынын мүчөсү Бакытжан Кулибайұлы Оразымбетов 42.500 жардамакы алатын азаматтардын эсеп шоттарын бугаттан чыгаруу тууралуу укуктук кеңеш берди. Күшүңө сенбе, адал исиңе сен. Адалдык сагат онлайн режиминде жалгасат. Мухаммед Хайдар Дулати атындагы Тараз мемлекеттик университетинин ректору Махметкали Сарыбеков окуу ордасында жемкорлукка каршы аткарылып жаткан 10 кадамга токтолса, дене шынықтыруу және спорт баскармасы башчысынын орунбасары Нуржан Жолдасбеков кедергисиз спорт үндөөүн жарыялады. Сонымен катар ата мен кен кәсипкерлерди колдоо палатасында гео акпараттык порталды әзірлеу боюнча кеңейтилген жыйын өттү. Сондай-ақ фитосанитария боюнча жүргүзүлгөн мониторинг барысымен арна мониторингдик топ мүчөсү Кайрат Меклисов, Тараз қалалық аумақтық инспекциясының башчысы Айгүл Омаркызы Беконурова, Жамбыл облыстық аумақтық инспекциясының өсімдіктер карантини және фитосанитарияның бақылау бекеттері жөніндегі мемлекеттік инспекция бөлімінің башчысы Сабит Зайырлы Жүсіпов талқылады. Апта ішінде департамент жанынан құрылған ақпараттық ағартушылық штаб жетекшісі Қасымхан Естемісұлы Төлендиев сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат тақырыбымен, штаб мүшесі Үміт Қыранқызы Битенова адал болу қиын ба тақырыбында тікелей эфирде парасаттылық, адалдылық, тәрбие жайында ой қозғады. Жамбыл адалдық алаңының жетекшісі Назима Дәрменқызы Тараз қаласы Байзақ ауданының әкімдерінің қатысуымен жемқорлыққа қарсы 10 қадам тақырыбында тікелей эфир жүргізді. Онда сервистік әкімдік ашу, бюджет ашықтығы, әлеуметтік желі арқылы тұрғындар көтерген мәселе талқыланды. Сапалы жол жобасы аясында Тоғыз Тарау, Жаңа Өткел, Өрнек ауылдарын жалғап тұрған жаңадан салынған жол сапасы мен Маруана көшесінің тұрғындары шағымы бойынша зерделеу жұмыстары жүргізілді. Нәтижесінде мердігер компания белгіленген уақыт аралығында қайта жөндеу жұмыстарын жүргізетін болады. Облыстағы ауыл Береке көтерме базарындағы фитосанитарлық зерделеу жұмыстары жүргізіліп, нәтижесінде Шымкент қаласынан карантиндік сертификатсыз көкөніс тасымалдаған азаматқа әкімшілік хаттама толтырылып, 20 айлық есептік көрсеткіш айыппұл салынды.